Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Бүгінгі тақырыпты анықтау үшін 4 сурет, 1 сөз әдісін қолданатын боламыз. Ендеше тақтаға назар аударсақ. Оқушылар, суретте не бейнеленген деп ойлайсыздар? Әрине, компьютерлік желілер. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз компьютерлік желілер және олардың шектелуі. Компьютерлік желілер дегеніміз не? Компьютерлік желі коммуникация құрылғыларды, яғни дискілер, файл, принтерлерді тиімді пайдалану мақсатында бірыңғай деректерді алмасу арнасына біріктіретін компьютерлік желілер тобы. Желілер таралу ерекшелігіне қарай 4 түрге бөлінеді. Біріншісі аумақтық таралу, екіншісі тиістілігіне қарай, үшінші деректерді тасымалдау жылдамдығына, және төртіншісі деректерді тарату ортасына байланысты болып бөлінеді. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты компьютерлік желілерді топтастыру. Сабақтың мақсаты желілердің таралу ерекшеліктеріне қарай түрлерін білу және артықшылығы мен кемшілігін анықтау. Желілік топологияны қолдану мақсаттарын және артықшылығы мен кемшілігін анықтау. Күнделікті өмірде компьютерлерді желіге қосу және жылдамдығын анықтау. Аумақтық таралуына қарай компьютерлік желі 3 топқа бөлінеді. Бірінші, жергілікті желі. Белгілі бір аймақта орналасқан компьютерлердің бірігуі. Екінші, корпоративтік немесе аймақтық желі. Бұнда компьютерлердің бір қала немесе аймақ көлемінде бір жүйеге біріктірілуін айтамыз. Үшінші, дүниежүзілік, яғни ауқымды желі. Дүниежүзі бойынша барлық компьютерлердің бір арнаға бірігуі. Келесі, тиістілігіне қарай ведомстволық желі және мемлекеттік желі болып 2 түрге бөлінеді. Ведомстволық желі белгілі бір ұйымға, мекемеге тиісті желіні айтамыз. Оған банкоматтар, темір жол кассалары және театр кассалары тағы басқалар жатады. Екінші, мемлекеттік желі дегеніміз мемлекеттік мекемелерге қатысты желілерді айтамыз. Оларға ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік комитеті және кеден қызмет жатады. Тасымалдау жылдамдығына қарай төмен жылдамдықта 10 мегабит секундқа дейін, орташа 100 мегабит секундқа дейін, және жоғары 1 гигабит секундқа дейін, және өте жоғары 10 гигабит секундқа дейін. Деректерді тарату ортасына байланысты сымды және сымсыз болып 2 түрге бөлінеді. Сымды дегеніміз, яғни кабель арқылы жалғанады. Олар есулі қосақталған кабель, коаксиалды және оптикалық талшық. Енді сымсыз бізде 3 түрге бөлінеді. Біріншісі радио байланыс, яғни 10 метр қашықтықта таралады, жылдамдығы 11-54 мегабит секундқа дейін. Екінші, қысқа толқынды, яғни Wi-Fi. Бұнда инфрақызыл сәулелену жылдамдығы 5-10 мегабит секунд, кең жолақты және спутниктік байланыс болып бөлінеді. Одан кейін инфрақызыл лазер, яғни WiMAX. Бұнда 100 мегабит секунд когерентті жарық сәулелерді арқылы беріледі. Жергілікті желіде компьютерлердің бір-бірімен байланысуы топология деп аталады. Топология бізде 4 түрге бөлінеді. Шина, сақина, жұлдыз және иерархиялық, ол 4 түрге бөлінеді. Шина топологиясы мұнда негізгі байланыс ретінде бір ғана кабель қолданылады. Осы кабельге жеке-жеке бірнеше компьютер жалғанады. Екінші, бізде сақина бір-біріне тізбектеліп жалғанып, жабық шеңбер құрайтын бірнеше компьютерден тұрады. Желіде сигналдар бір бағытта ғана беріледі. Үшінші, бізде жұлдыз топологиясы. Желіні бұлай ұйымдастыруда компьютерлер бір-біріне тікелей жалғанбай, желілік бейімдеушікке, яғни адаптерге жалғану арқылы байланысады. Желіде бір компьютер істен шыққанмен басқалары өзара байланыс жоғалтпайды. Желіні осылай жалғау арзан әрі тиімді болып табылады. Төртінші, бізде иерархиялық топология. Бұл желі түрін ұйымдастыруда өзіндік ерекшелігі бар. Оны ұйымдастыру үшін бірнеше бейімдегіш қолданылады. Егер жұлдыз топологиясына тағы бір бейімдегіш қоссақ, ол иерархиялық желі топологиясына айналады. Оқушылар, тақырып түсінікті болса,
тапсырма орындауға кірісеміз. Learning Apps платформасында сіздерге желілік топология анықтамасы берілген. Дұрыс жауабын тауып көрейік. Ойлануға уақыт берілді. Дұрыс жауапты тексерейік. Жарайсың, барлық тапсырма толық орындалды. Келесі бізде тапсырма берілген сұрақтарды ведомстволық желі және мемлекеттік желіге анықтап сәйкестендіруді орындаймыз. Ойлануға уақыт берілді. Тапсырманы тексеріп көрейік. Жарайсың, тапсырма орындалды. Келесі бізде практикалық тапсырма, яғни компьютерді немесе ноутбукты интернет желісіне жалғау, Wi-Fi немесе Ethernet кабель арқылы жалғап, компьютердегі интернет жылдамдығын анықтау. Келесі бізде тапсырма бекіту тапсырмасы. Wordwell платформасында сәйкестендіруді орындаймыз. Ойлануға уақыт беріледі. Тапсырманы тексеріп көрейік. Жарайсың, тапсырма сәтті орындалды. Сабағымыздың соңында оқушыларды бағалау үшін Classdojo сайтына кіріп, өз сыныбымызға кіріп, оқушыларды бағалаймыз. Ендеше оқушыны таңдап, бекіту тапсырмасына 1 балл, келесі оқушымызға практикалық тапсырмасына 1 балл, және де келесі оқушымызға тапсырмасына орындағанына 1 балл, және соңғы оқушымызға практикалық тапсырмасына 1 балл. Осылай оқушыларымызды бағалаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютер желілері және оларды жүктелуі болған. Сабақ мақсатына жетті деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.